Биыл Қазақстан Республикасы халық артисі ардагер ұстаз Мәкен Рахымжанова 70 жасқа толып отыр. Атаулы мерейтоймен халық артисінің өнер жолында жүргеніне 50 жыл толуына орай нөмір 5-ші мектеп гимназиясының ұжымы әдеби танымдық кеш ұйымдастырды. Кешке Мәкен Рахымжан қызының әріптестері, ұстаздар қауымы мен оқушылар қатысты. Мәкен Рахымжанова еңбекке ерте араласып, өмір мектебінен өтіп, шәкірт тәрбиелей жүріп, ұстаздық жолын шығармашылықпен ұштастырған жан. 1989 жылдан бастап Жамбыл атындағы мектепте жас ұрпақты рухани адамгершілікке, өзін-өзі ұстай білуге, мамандық таңдауға баулып келеді. Халық артисінің жетекшілігімен аталған білім ұясында замандас драма үйірмесі жұмыс атқарады. 50 жыл бойы Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық драма театрының артисі болып жұмыс істесе, біздің қазақ мектептерінің қара шаңырақ аталатын 5-ші мектеп гимназияда осы замандас драма арқылы қаншама оқушылардың жүрегіне жол тауып, өміріне сенімділік ұялатып, қаншама образдар арқылы жақсы мен жаманды үйретіп, осы образдарды шынайы сахнаға алып шығуға тәрбиелеген ұлы ұстаз деп айтуға болады. Өйткені ол тек қана артист емес, сонымен қатар балаларды баулай білген, ісінен ерте білген, ардақты ұстаз, үлкен ана, үлкен жүректі педагог деп айтуға. Әдеби кештің шымылдығы мектеп оқушылары дайындаған «Мың алғыс саған ұстазым» әнімен түрілді. Бұдан соң Мәкен Рахымжан қызының өмірі мен шығармашылық жолы көпшілікке таныстырылды. Кеш барысында мектеп жанынан ашылған драма үйірмесінің оқушылары жазушы драматург Арғынбай Бекбосының «Домалақ ана» қойылымын ұсынды. Алланың жазуы. Атам Қожамақтыңға бабаларымыз түсінде аян беріп, немере қызымды білегінен алғаш саған ер азаматқа тұрмысқа берді. Ол қалың ормандай қарарпақтың енесі болады. Көсегеңді көгертепті. Мәкен Рахымжан қызы 1952 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Бар ғұмырын театр сахнасына арнаған ол бүгінде 100-ден аса сахналық қойылымдарды тек қана басты және негізгі рөлдерде сомдап келді. Театр тарихында жарты ғасыр уақыт тер төгіп, өзіндік болмысы бөлек сахна сағлағына айналған актриса. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.